Баршаңызға сәлем, бүгін рулет дайындайтын боламыз. Бұл жай ғана рулет емес, бұл рулеттің қоспасы алмадан жасалынған. Тестісі, яғни қамыры жұп-жұмсақ болып пісетін дәмді рулет дайындауға кірісейік. Бұл үшін бізге 4-5 штук алма қажет. Менде бұндай қызыл алмалар. Қызыл алмалар тәтті болып келеді, сондықтан секерін аздау қосуыңызға болады. Тәттіні жақсы көрмесеңіздер, қышқыл жасыл алма алып жатсаңыздар, онда осы секердің көлемін қалдыруыңызға болады. Қоспасына 2 қасық секер және де корица қосатын боламыз. Ал қамырына 4 жұмыртқа, 120 грамм секер, 120 грамм ұн, ванилин, тұз және қопсытқыш, яғни қопсытқыштың орысшасы разрыхлитель қосатын боламыз. Ал енді кеттік начинкасынан бастаймыз. Ол үшін біз алмалардың қабықтарын тазалап, ортасындағы дәндерінің бәрін тазалап алып тастаймыз. Енді тап-таза алмаларымызды үккіштен өткіземіз, яғни теркадан өткіземіз. Болған соң, үккіштен өткізілген алмаларымыздың үстінен 2 үлкен қасық секерімізді қосамыз, және корицаның көлемін өзіңіздің қалауыңызша қосып араластырасыздар. Енді қамырымызды дайындауға кірісеміз. Ыдысқа 4 жұмыртқамызды жарамыз. Үстінен тұзымызды себеміз. Миксерімізді қосып, жұмыртқамызды араластырып бастаймыз. Секерімізді 2-3 бөлікке бөліп қосып отырамыз жайлап үстінен. Асықпаймыз, массамыз ағарып, 2 есе көтерілгенше 10 минуттай араластырамыз. Ендігі кезекте ванилинімізді қосуға ұмытпаймыз. Және ары қарай миксермен араластыруды жалғастырамыз. Иә, осылай ұзақ араластыру қажет болады. Менің өзім тәттіні қатты жақсы көретін болғандықтан, менің парақшамда тәттілердің рецепті көптеу. Міне көріп отырғаныңыздай массамыз осылай ағару қажет, және де 2 есе көтерілу керек. Бұл біздің қамырымыздың жұмсақтығына әсер етеді. Менің рецептерім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркеліп отырыңыздар, себебі алдағы уақытта рецептер бұдан да көп болады. Енді разрыхлительмен ұнды қосатын боламыз. Ұнды еліткіштен өткізе отырып, массамызды астынан жоғарға қарай асықпай жаймен араластырып отыратын боламыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын жайып, сұйық майды құйып, жан-жағына жағамыз. Енді алмамызды осы противеннің үстіне салып, 4 бұрышты қылып жаятын боламыз. Мінекей әдемілеп 4 бұрышты қылып жайдық, енді үстінен қамырын құятын боламыз. Енді қызып тұрған духовкамызға 20 минуттай 180 градуста пісіретін боламыз.
Рулетіміз дайын болды. Енді кішкене суығанша күту қажет. Бірақ мен асығыстан шығарып алып, противнен рулет орағым келді. Сол қателігім менің, рулетімнің қамыры кішкене жарылып кетті. Енді осы дайын болған қамырымызды рулет ретінде ораймыз. Мінекей кесіп сіздерге көрсетейін, ортасы қандай болады екен. Көріп тұрғаныңыздай әп-әдемі жұп-жұмсақ рулет дайын болды. Осы рецепт бойынша дайындап, қалай шыққанын комментарийға жазып кетуіңізді өтінемін. Қарағандарыңызға рахмет, лайк басып, дәмді аспен жақындарыңызды қуантып жүріңіздер. Сау болыңыздар.